Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін үй жағдайында жасалу жолы өте оңай пирог пісіреміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, қант, сүт, май, ұн және де қопсытқыш қажет. Таза ыдысымызды алып, 2 жұмыртқамызды жарып салып, оның үстіне қантымызды салып, әбден ерігенше араластырамыз. Егер де сізде үйде миксер болмаған жағдайда, венчикті қолдансаңыз да болады. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайын болатын пирог. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жұмыртқа мен қантты әбден араластырып алғаннан кейін, оның үстінен сүтті және де майды құйып, біркелкі форма жасап араластырып аламыз. Келесі електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп, қопсытқышта араластырып қосамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп, осылай араластырамыз, және де бізде өте осындай сұйық, керемет консистенция пайда болады. Дайын болған тестамызды енді пісіріп алсақ болады. Менде диаметрі 24 см форма. Сол формаға тестамызды құямыз, және де өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Менің балапандарым шоколадты жақсы көретіндіктен, мен пирогтың бетіне шоколад салдым. Сіз үйіңізде не бар, өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Осылайша пирогымызды пісіріп аламыз. Пирогымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады.